Қайырлы таң балам, мәссаған балам, кеше біз кешке тұрамыз деп уже азан болып кетіпті ғой балам, тұр кәне. Мәссаған, әке не дейсіз? Азан болып кетті дейсіз бе? Мәссаған, ё-майо, біз азанға дейін ұйықтағанбыз ба? Қазір онда тұрайын әке. Мәссаған, қазір тұрайын. Опа. Әке, кешке тұрамыз деп машинаны көрсетем ба десем, азан болып қойды. Мане уже кеттік, онда сізге машинаны көрсетейін да онда. Кешегі алып келген Skyline көлігін көрсетейін, жынды жүреді деген әке. Жынды жүреді дейсің ба? Сонда сен оны айдадың ба менің рұқсатымсыз? Мен ба? Жо, айдамадым әке, просто анау әкелген адам басып әкелді да, соған айтып атқам ғой. Просто мен айдай алмаймын ғой әке. Мәссаған достар, әкем мен айдаған білсе айырады, бірақ ше, сондықтан әкеме айтпау керек. Сол әкелген адам қатты айдап келді, соған айтып жатқам ғой, қатты жүреді деп. Кеттік, жүріңіз көрсетемін. Міне жүріңіз, осы гараждың ішінде тұр. Кәні кірейік. Міне достар, мәссаған, мына Skyline көлігін қараңдаршы, көк көмбек. Кәне балам, қай жерде тұр? Мәссаған, мына машина деген зор ғой, майо балам, молодец. Мына машина дейтін зор екен, онда мынамен айналып қайтуға болады. Онда қатты жүреді сияқты шынымен де, мәссаған. Папам, бұл машина жаман қатты жүреді, кеттік онда қаланы ағарлап дегендей. Мына еще киімімізді ауыстырып алайықшы, әке. Жүріңіз онда, кеттік қалаға барып қайтайық. Мына киім, новый киім алайық, енді біз бомж емеспіз ғой. Қалаға дейсің ба, киім аламыз дейсің ба? Болды, кеттік онда, мәссаған. Гараждың есігін аш жер балам. Гаражды дейсіз ба? Қазір ашып жіберейін гаражды. Опа, мына басамыз. Опа, міне гараж ашылды. Енді кеттік әке, айдаңыз давай. Балам, машина алғанымыз зор болды ғой, мына машина енді әдейім жүреді екен, мынау деген қатты жүреді екен. Асықпай айдаймыз, тағы да соғып алып, машина айдамағалы көп болды маған да просто. Машина айда оңай емес қой, мәссаған. Кеттік, барып киім алып қайтайық өзімізге. Міне балам, жетейін деп қалдық. Осы жерде киім сатады, міне. Киім сататын магазин. Түс, кеттік, жүр балам, өзімізге мықты киімдер алып алайық. Осы жерде киім сатады дейсіз бе әке? Мәссаған, оны жерде киімнің түр-түрі бар ғой. Мына бомжский киіммен жүре беріп шаршап кеттім. Мен онда өзіме таңдап алайын бір әдемі киімдерді. Мәссаған, мен мынандай ақ футболка киім келіп тұр. Осыны алып алайын. Міне мына жақта балдарға деп тұр, ана жақта қыздарға. Мына жақта мен өзіме киімдер таңдап алайын. Мынандай шорты или бір шалбарыма, мынандай майкалар алып алайын. Өзіме ұнаған бір қара шортима алып алайын. Сосын мына жақта мына ақ футболканы алғым келіп тұр ше, осы әдем сияқты алып алдым. Енді барып киім ауыстырып қайтайын. Мына жақта киім ауыстыратын жер. Міне осы жерден киім ауыстырып шығайын қазір. Достар, қарандаршы, мен киіп алдым міне. Достар, қарандаршы, мен киіп алдым міне. Бірақ та мына ақ футболка кішкене болсын сыймай қалды, қарандар. Міне ішім көрініп қалды сәл. Енді өзімде сәл қабақ болып кетіппін, сәл көп тамақ жегеннен кейін. Бірақ та енді ладно, осы болады, осы киіммен жүре берем. Енді әкем қандай киім алған екен, көрейінші барып әкемді. Кәне әкемді көрейінші. Мәссаған әке, әдем киім алыпсыз ғой. Қарандаршы достар, өзіне әдемі киім алып алыпты, қап-қара қылып алып. Мына жақта галстугі тұр, ақ көйлекпен осындай киім алып алыпты әке. Сізге қатты жарасып тұр әке, әдемі болып тұрсыз. Красавчик болып тұрсыз, мәссаған. Рахмет балам, рахмет сағанда. Сен де әдем болып тұр, бірақ та мынау ақ көйлек енді кішкене сыймай қалыпты, мәссаған. Бірақ та енді зор болып тұр, енді біз бомж емеспіз. Мен осылай жүрем деп шештім, енді мен байдың баласымын ғой. Рахмет саған. Балам, негізі осының бәрі сен арқаңда. Оқасы жоқ әке. Достар, осы біз дамып кеткеніміздің бәрі менің арқамда. Осы ютубтың арқасында біз жақсы ютубер болып кеттік. Мен кейде ютубер емес, бай ютубер болып кеттім. Енді мен бай досыма барып көру керек еді. Бай досымды айтпақшы достар, кешірейін ба, кешірмейін ба? Соны комментарияға жазып кетіңдерші достар. Мен бай досым мені мазақтап бұрын видео салып еді ғой. Соны қазір кешірейін ба, или кешірмей ақ қояйын ба? Әке, онда сіз осы жақтан киім таңдап жүре беріңіз, тағы да киімдер ала беріңіз. Ақша көп қой бізде. Мен бірақ барып үйге барып бай досыма барып қайтайыншы мен. Досыма барғым келіп жатыр, просто әңгімелер бар еді. Болды онда, мен осы жерде жүрем. Бірақ та машинаны тастап кет, машинаны айдап кетпе. Ана жақта бір самокат ба, арендаға алып самокатпен барасыз. Мен машина айдай алмаймын ғой әке, мен самокатпен барам. Ана жақта бізде самокат арендаға береді, сол жерден самокат алып үйге барып қайтайыншы мен. Бай досымды көріп, бай досыммен бір амандасып қайтайын, ол не істеп жатыр екен. Міне осы самокатты арендаға аламыз, кеттік. Достар, қалай видео ұнап жатыр ма? Достар, менің арнам 100 000 подписчикке азғантай ғана қалды. Сондықтан да дәл қазір астында тұрған қызыл батырманы басып сұрғылып жіберіңдерші. Қоңыраушаны да басуды ұмыт кетпеңдер, видеоны бірінші болып көретін боласыңдар. Осы бай ютубер мен кедей ютубердің жалғасы осы видеоға 3000 лайк жиналса шығаратын боламын. Мәссаған, мына бомж досым үйін қараңдаршы. Мынау қалай алған, мәссаған. Достар, ол ютубтан дамып кетті. Кешен папасына машина берген.
соны терезеден көріп қалдым. Мәссаған, мен мына бомж досыммен қайтадан дос болып алайын ба, достар? Мына дейтін досым дейтін байып кетіпті ғой. Енді ол мені достаспайтын шығар ол менімен. Ол мен бұрын оны мазақтап видео салып едім ғой. Қазір үйінде ме екен, барып кешірім сұрайыншы онда мен досымнан. Мәссаған, қайта мен онымен достасып алып, қайтадан оның арқасында подписчиктер жинайтын боламын. Қаяқта жүр екен өзі, а? Қашан келеді? Мына жақта ма или мына жақта ма? Мәссаған, мынау қаяқта жүр өзі? Уже бай десем де болады негізі. Менің бай досым қаяқта жүр екен, а? Уже байып кетті оларда. Мәссаған, үйге барайыншы. Достар, ана жерде бай досым тұр ғой. Барып сөйлесіп қайтайын. Жотам, досым қалайсың? Досым қалайсың? Жақсы ма бәрі? Қараш, мен әдемі киім алдым. Бізде әдемі үйіміз бар, еще машинамыз бар. Қалай, жақсы ма? Кезінде сен мені мазақтап едің ғой. Жотам, досым, а? Еще ұрып кетіп едің мені. Жотам, не дейсің ал енді? Біз байып кеттік ал. Досым, енді кешірші, ол кезде енді мен дейтін сәл ашулы болдым. Мен шынымен де бір жағынан мен контентімді ұрлап кеттім дегендей. Ал оған дейін енді сен кедей болдың, содан кейін маған ұнамадың. Контентімді ұрлап кеттің дейсің ба? Немене, сен ғана бай бола аласың ба? Біз де бай бола аламыз. Еще кедей кезіңде ұнатпадым дейсің. Не, сен сонда тек қана байларды ұнатасың ба не, а? Жоқ, досым, ондай емес. Досым, одан да мені кешірші, өтініш, екеуміз қайтадан дос болайықшы. Екеуміз қайтадан дос болып, қайтадан видео түсіріп, қайтадан ойнайықшы бірге, досым, өтініш. Мәссаған, достар, мынау менен кешірім сұрап отыр ғой. Мына досымды кешірейін ба? Енді бұл досымды кешіруді сендерден сұрайтын болам. Давайте дәл қазір осы видеоға лайк басып, мен арнама тіркеліп жіберіңдер и комментарийға жаз жіберіңдерші, достар. Комментарийға жаз жіберіңдер, общем, достар, мына досымды кешірейін ба, кешірмейін ба, қайтадан бұлмен дос болайын ба, или бұл дейтін жаман ба, а? Сендер бәрін білесіңдер ғой, бұл досым жақсы ма, жаман ба, соны комментарийға жаз жіберіңдерші, достар. Мына досымды негізі мен кешіргім келіп тұрған жоқ ше. Өйткені бұл бізді бомж кезімізде мазақтап видео салып еді. Енді қараңдаршы, бай болған кезде уже жағымпазданып, мен қасыма жолағысы келіп жатыр. Бұндайлармен дос болмау керек. Бұл бомждар жақсы көрмейді да, чисті байлармен араласып алады бұл бала дейтін. Мен бұны кешіргім келіп тұрған жоқ. Енді бірақ та сендер кешір десеңдер, мен кешіремін. Мәссаған, онда мен барып үйге сәл жата тұрайын. Сендер жаз жеріңдер. Сол кезде мен кешіретін боламын. Айтпақшы, бүгінде YouTube-қа видео салып тастау керек еді. Барып YouTube-қа видео салып тастайшы. Мәссаған, міне компьютеріме отырдым. Хоп, міне. YouTube-қа видеомды салып жіберейін. Қазір Roblox-қа кіреміз. Міне Brookhaven-ге кірдім. Енді видеомды бастап жіберейін. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бүгін мен Нұрасыл. Бүгінгі біздің видеомыз осындай бай болып өмір сүретін боламыз, достар. Сендермен бірге болған Нұрасыл. Давайте. Мәссаған, достар, видеомды істеп біттім. Енді монтаж жасап жіберейін. Опа, монтаждап біттім. Енді YouTube-қа салып жіберейін. И хоп, бас жібереміз. Опа, бітті, достар. Мен бір видеоны істеп тастадым бүгінге. Енді ертеңгі видеоны ертең істеймін. Енді бүгін сәл кішкене шаршап тұрмын. Енді мына видеомды істеп тастадым. Енді бұл да видеом жақсы просмотр жинаса, зор болар еді. Мәссаған. Мен онда осы жерде сәл кішкене планшетімді шұқылап, папаны күтіп отырайын енді. Достар, енді сендер жазып жіберіңдер, обязательно досымды кешірейін ба, кешірмей қойын ба. Достар, қалай, видео ұнап жатыр ма? Достар, менің арнам 100 000 подписчикке азғантай ғана қалды. Сондықтан да дәл қазір астында тұрған қызыл батырманы басып сұрғылып жіберіңдерші. Қоңыраушаны да басуды ұмыт кетпеңдер, видеоны бірінші болып көретін боласыңдар. Осы бай ютубер мен кедей ютубердің жалғасы осы видеоға 3000 лайк жиналса шығаратын боламын.